Сәлем достар, бүгін біз пеште құс еті мен картоп пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: картоп, жуа, бұрыш, тұз, паприка, сұйық май және пеште пісіруге арналған пакет. Ең алдымен картопты тазалап, жуып тураймыз. Мен сәбізде қостым және жуамызды да турап алдым. Барлығын осылай турап болған соң, құсымызды және тұз, бұрыш, паприкамызды қосып, кішкене май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы араласқаннан кейін арнайы пакетке саламыз. Пакеттің аузын байлап, бірнеше жерден тесіктер жасаймыз. Пеште 180 градусты қойып, 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей, менде осындай тауық еті мен картоптар дайын болды. Міндетті түрде сіздер де үй іштеріңізге дайындап, барлығын қуантыңыздар.